Қойдың қабырғасынан осындай қазан кебаб дайындаймыз. Ең алдымен бізге қажетті заттар: қазанымызға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызған майымызға 2 ас қасық қант қосамыз. Картофымызды қуырғанда сырты карамелизированный болып, қызарып қуырылу үшін. Енді осылай картофымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша барлық жағынан қызартып қуырып алатын боламыз. Осылай қызарған картофымызды басқа ыдысымызға салып қоя тұрамыз. Міне осылай қуырылып шығады. Енді осы майымызға қойдың қабырғаларын салып жақсылап қызартамыз. Бұл өте оңай және жеңіл дайындалатын тағам. Осылай міне қойдың қабырғасын қызартып қуырып аламыз. Дәмдеуіштер, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Пиязымызды турап саламыз. Сәбізімізді тураймыз. Өзіңіз кез келген көкөністерді пайдалансаңыздар болады. Мен тек пияз және сәбізді пайдаландым. Осылай міне жақсылап қуырып алған соң, алдын ала қуырып алған картофымызды салып, жақсылап араластырамыз. Картофымыз тұздалмаған болғандықтан кішкене бетіне тұз сеуіп, мен отта ошақта піскен тағамның дәмі сезілу үшін осындай жидкеден қостым. 1 ас қасық жеткілікті. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Нағыз таза ауада ошақта піскен тағамның дәмі шығады. Енді жарты стакан ыстық су құямыз. Қақпағын жауып 40 минутқа бұқтырамыз. Осылай міне әрлейміз, сорпасын бетіне құямыз. Мен видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.